Ол бала 16-да, ал қыз 17-де екеуін ата-анасының ұйымдастыруымен басын қосып қойды. Бірге тұрғаннан кейін олар күнде бөлмеде не ойнап, не қалжыңдасып жүреді. Ал ерлі-зайыпты өмір жайлы ештеңе білмейді. Мұны сырттай бақылаған ұлдың анасы қатты уайымдай бастады. Ол бір ай бойы есік сыртынан тыңдап жүрген еді. Бірақ бөлмедегі ұлы мен әйел мүлде бір төсекте жатпағанын білгенде шыдамы таусылды. Ұлын тезірек түсініп кетсін деп, өзі армандаған немерелі болу үшін амалсыз қымбат бағаға тәжірибелі әйел мұғалімді жалдады. Ол осы кәмелетке толмаған ұлына ерлі-зайыпты өмір туралы біраз нәрсе үйретсін деген ниетпен. Әйелді көрген бойда ұл бала ұялып, басын төмен түсірді. Сол сәтте қасындағы апасы: "Бұл сені оқыту үшін арнайы келген үй мұғалімі" деді. Мұғалім біраз уақыт бойы онымен бірге тамақтанып, бірге тұратынын айтты. Мұғалімнің айтқандарын тыңдап, жақсылап үйренуің керек деді. Бірақ бұл сөздерден кейін ұл бала мүлде шатасып қалды. Мұғалім жалдағандары түсінікті, бірақ неге бірге ұйықтау керек екенін ұқпады. Ал анасы оған еш сұрақ қоюға мүмкіндік бермей, апасымен бірге бөлмеден шығып кетті. Бөлмеде енді тек Али мен Роза екеуі ғана қалды. Бұл Алиді одан сайын қобалжытты. Себебі Роза одан 10 жас үлкен, өмір көрген адам еді. Роза жаймен келіп, Алидің жанына отырып, онымен сөйлескісі келді. Бірақ Алидің көңілі басқа жақта болды. Себебі ол достарымен бірге цирктегі қойылымға баруға уәделескен еді. Енді бөлмеде бөтен адам пайда болған соң не кетуге, не қалуға ыңғайсызданып қалды. Соңында амал жоқ. Али Розаға бәрін ашық айтып, циркке баруы керек екенін, ал Розадан анасынан жасырып жәрдем беруін өтінді. Көп ұзамай анам келіп тыңдайды. Сол кезде бірдеңе естілгендей етіп дыбыс шығара сал деді. Ал Роза бөлмеде жалғыз қалды. Көп ұзамай Роза сырттан аяқ дыбыстарын естіп қалды. Бұл Алидің анасы еді. Ол тағы да есік сыртынан тыңдап тұрды. Амалы қалмаған Роза бөлмеде әрекет болып жатқандай етіп, әдейі бірнеше айқайлап дыбыс шығарды. Бір сағаттан кейін Али цирктен оралды. Бөлмеге кіргенде Роза ұйықтап жатқандай көрінді. Шын мәнінде ол ұйықтап жатқан жоқ еді. Қасақана артқа бұрылып, әдемі, еліктіргіш кейіпке енді. Себебі ол мұнда не үшін келгенін жақсы білетін. Алидің анасы жүктеген міндетті орындамайынша бұл жерден кете алмайтынын түсінді. Сондықтан Алидің өзіне деген көзқарасын білгісі келді. Бірақ күтпеген жайт болды. Али оған қызығушылық танытқан жоқ. Али ақырын бөлмеден шығып кетті. Келесі күні таңертең анасы тағы екеуінің бір төсекте болмағанын байқап қалды. Ол тағы да Алиді Розаның жанына жіберді. Бұл жолы Роза ашық кеуделі көйлек киіп алған еді. Бөлмеге кірген сәтте ақ Али бөлмеден бір түрлі хош иіс шыққанын сезді. Роза тез арада бұл кір жуғыш ұнтақтың иісі деп түсіндірді. Али диванға жайғасқан соң, Роза жанындағы жіпті алып Алидің қолына ұстатты. Мұнысы Алимен жақындасып, тіл табысу үшін істелген қулық еді. Өйткені осылай жақындай алса, нәтижеге жетуі оңайырақ болатын. Жіп оралған соң, Роза әдейі оның қасына жақындап, ашық түрде сөз бастады. Розаның ашық мінезіне Али сасып қалды. Оның денесінен тараған хош иіс Алидің басын айналдыра бастады. Бұдан әрі шыдай алмай, жіпті тастай сала есікке беттеді. Дәл сол сәтте сыртта тыңдап тұрған анасы тағы да пайда болды. Бірақ бұл жолы күтпеген жағдай орын алды. Али анасын ұстап алып, оны бөлмеге сүйреп кіргізіп, жіпті анасының қолына кигізіп қойды. Содан соң ештеңеге қарамай, есікті ашып, сыртқа шығып кетті. Сыртқа шыққанда қарсы алдынан оның қалыңдығы кездесті. Қалыңдығы одан үйіндегі әйел кім, ол неге жүр деп сұрады. Али не дерін білмей абдырап қалды. Али қайда барарын білмей, ақыры әкесінің ашқан фабрикасына барды. Ол әкесінен Роза апайын қуып жіберуді сұрады. Өйткені оны көрген сайын жүрегі дүрсілдеп, өзін жайсыз сезінетінін айтты. Мұны естігенде Алидің әкесі ашы жымия күлді де: "Сен не айтып тұрғаныңды білесің бе? Роза апайыңдай әйелді қай еркек қаламайды дейсің? Анаңнан қорықпағанда баяғыда үйленіп алар едім" деді. Сосын оған: "Қазір сен әлі үйленбегенсің, сондықтан Роза секілді әйелмен уақытты жақсы өткізіп қал" деп кеңес берді. Алайда әкесінің бұл сөзіне қарамастан, аңғал Али ештеңені түсінбеді. Розамен бетпе-бет қалмау үшін үйіне ағаш кесіндісін алып келіп, диванға отырып, соны оя бастады. Бұл жағдайды көріп отырған Роза іштен тынып, абыржи бастады. Ол Алидің дәл осындай бейқам, еш нәрсені ұқпайтын бала екенін мүлде күтпеген еді. Амалсыз, тағы да Алидің қасына барып отырып, сөйлесуге тырысты. Бірақ бұл жолы Али өте ашулы еді. Ол Розаға: "Неге сонша ашық киініп алғансыз? Сіздің жігітіңіз жоқ па? Болса, басқа үйде тұрып жатқаныңыз оған бәрібір ме?" деп сұрақты қарша боратты. Бұл сұрақтар Розаны тосыннан ұстап, не айтарын білмей қалдырды. Ақыры ашуға булыққан Роза шыдай алмай, Алиді ұстап алып, төсектің үстіне лақтырып жіберді де, оның киімдерін шеше бастады. Артынан не болғанын айту қиын, олар арасындағы жайт сипаттауға келмейді. Сол сәтте есік сыртында тағы да тыңдап тұрған Алидің анасы болды. Ол бөлмеден ұлының жыртылған киіммен жүгіріп шыққанын көріп, баласына бірдеңе болған шығар деп ойлады. Ол ішке кіріп, Розадан не болғанын сұрап, жауап талап етті. Бірақ дәл сол сәтте ашуға булыққан Роза ашық айтып салды: "Сіздің балаңызға мен ештеңе үйрете алмаймын. Қанша түрлі жолдарын жасап көрсем де, ол әлі де түк түсінбейді. Ертең кетемін" деді. Оны естігенде ғана Алидің анасы Розаны қателесіп кінәлағанын түсінді де, ұялғанынан үндемей бөлмеден шығып кетті. Осы түнгі жақындасудан кейін Али мүлде басқа адам болып кеткендей болды. Бұрын мектептен шыққан соң достарымен көңілді жүретін, ал енді бір уайыммен жүргендей күй кешіп, тіпті Роза тұратын бөлмеге жақындауға батпайтын. Оны көргісі келмейді, бірге қалғысы келмейді. Тіпті сыныптастарымен кешкі асқа барғанда да бұрынғыдай қуаныш, құлшыныс болмады. Бұл күйі ғашық болып көңілі қалған адамға ұқсай бастады. Бір күні Али түннің бір уағында үйге қайтты. Әдеттегідей ол бөлек бөлмеге барып ұйықтамақ болды. Бірақ дәл сол сәтте Роза сыртқа шығып оны тоқтатты. Ол Алиге былай деді: "Сүйіспеншілік ұят нәрсе емес. Өз сезіміңнен қашудың қажеті жоқ. Егер ұнатсаң, ашық айтып, өз сезіміңе сен.
Сөйтіп Роза кенеттен Алидің ерніне сүйді де, артына бұрылып бөлмесіне кіріп кетті. Осы күтпеген сүю Алиді орнында қатып қалдырды.